Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дін мен дәстүр туралы айтпақпын. Дін осы түркі елдеріне сондай жатық болып қалыптасып кетті. Ал дәстүр дегеніміз, дін біздің жерімізге, біздің түркі елдеріне келмес бұрын ата-бабамыз ұстанған сонау сақтардан, ғұндардан келе жатқан дәстүрлер. Енді оның бәрін талдап, дәстүрлердің бұл жерде түрлерін айтуға көп уақыт керек. Ал бірақ дін, біздің ислам дініне сонау ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр керек пе? Комментарияға жазыңыздар. Осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Енді әр осы жер бетінде, әлемде қаншама ұлт бар, сол ұлттардың барлығының өзінің дәстүрлері, салттары, ғұрыптары, әдеттері бар. Сол сияқты біздің де салт дәстүріміз, яғни қазақтың салт дәстүрлері кем емес, өте көп. Енді соның салт дәстүрдің ішіндегі ырымдары, тыйымдары және де ғұрып әдеттері. Мысалға ырымдарды алатын болсақ, бізге ырымдар әртүрлі ырымдар бар. Мысалға ислам дінінде, яғни біздің асыл дінімізге қайшы келмейтін ырымдар, қайшы келетін ырымдар бар. Мысалға соларды әрқайсысын талдап өтсек, оған да уақыт керек, ал бірақ біз мысал ретінде бір-екі нәрсесін айтып өтейік. Енді асыл дініміз кейіннен келді, ал әдет ғұрып біздің ұлтымызбен байланысып қанымызға сіңіп келді. Енді бізге сол дәстүрлер керек па, керек емес па? Қалай деп отқан шығарсыздар, ал бірақ негізінде дін мен дәстүр егіз ұғым және сабақтастығы, үйлесімділігі Алланың құдіретімен келген өте керемет. Дәстүріміз біздің ұлттық құндылығымыз, тіліміз бен дініміз егіз ұғымдай. Өйткені біздің ата-баба ұстанып келе жатқан дәстүрлеріміз біздің ислам дініне қайшы келмейтін ырымдарымыз болса, әрине ол қабылданады. Біздің ұлттық құндылығымыз, біздің сондай асыл дәстүріміз, ежелден ата-бабалардан келе жатқан дәстүріміз, әрине ол біздің құндылығымыз. Сол үшін дәстүр мен дінді бірге ұстап, дәстүрлі дінді ұстануымызға әбден болады екен, құрметті көрермендер. Біздің мысалға ырым демекші, ырымды айтып өтсем, түнде далаға су төкпе деп жатады. Бұның дәлелі не? Өйткені түнде құлап кетуіңіз мүмкін, шалынып құлап кетуіңіз мүмкін, немесе біреудің үстіне төгіп жіберуіңіз де ықтимал, және біреудің жолына төгіп тастауыңыз да ықтимал. Сол үшін ол ырым мақұлданады. Ал ешқандай дәлелі жоқ ырымдар да бар, ол ислам дініне қабылданбайды. Енді түнде тырнақ ал дейді, түнде тырнақ алма дейді. Не үшін? Түнде тырнақ алу, өйткені қараңғы. Сол кезде ата-бабаларымыз немен отқан? Қазіргі, Аллаға шүкір, қазіргі мынау электр жарығындай жарықтар болмаған. Бұл кезде майшаммен қараңғы түнде. Ал ол майшаммен тырнақ алу әрине өте қиын. Сол үшін бір жерін кесіп алар, қолын кесіп алар деп ырымның дәлелі сол. Өйткені барлық Алла Тағала бізге барлық нәрсені берді ма? Біз өзіміз үшін, сол үшін де мынау дәстүрлерімізде, құндылықтарымыз
мысалға дәстүрлерді айтып отыратын болсақ, беташар, тұсаукесер, наурыз, алтыбақан деген сияқты өзіміздің асыл сондай керемет дәстүрлеріміз бар. Сол дәстүрлерімізді құрметтейміз, өйткені ұлт болып тұрғаннан кейін ол біздің құндылығымыз болады. Ал дәстүрсіз, салт дәстүрсіз ешқандай ұлт болмайды. Өйткені әрқайсысының салт дәстүрі бар. Салт дәстүрмен, осы дәстүрімізбен сабақтасып, дінімізді де алып жүруімізге әбден болады. Қазіргі заман талабына сай дәстүр ескірді деуге келмейді. Дамыған заманауи технологиялар болсын, және де басқа да адамдардың санасы қандай дамып кетсе де, ешқандай ұлт, ешқандай мемлекет өзінің дәстүрін, салт дәстүрін тастамақ емес. Өйткені ол асыл қандарына сіңген асыл ұстанымдары. Әр елдің әр дәстүрі өзінің құндылығы. Салт дәстүріміз ата-бабамыздан бізге келген үлкен мұра. Біз арғы келесі ұрпақтарымызға салт дәстүрімізді үйретіп жеткізе білуіміз керек, және дәстүрлі дінді ұстай білуіміз керек. Әрине, біздің салт дәстүрдің киімдері де бар. Ал салт дәстүр бойынша киініп жүрсек қалай? Тағам тамақтары да бар. Ойын сауықтары бар. Аспаптарымыз да бар. Әрине, бұлар ешқайсысы дінге қарама қайшы келмейді. Егер қайшы келген болса, өзінің қазіргі көзі ашық үлкен ғалымдарымыз да бар, Аллаға шүкір. Және пәтуа беру, бұл дінге қайшы ма, қайшы емес пе? Құран бар, сүннет бар, және де хадистер бар, сахаба сөзі бар, және де сәддәи зария бар, иджма. Осылардың бәрін талдап барып, зерттеп барып, қабылдана ма, қабылданбай ма, оның бәрі зерттеліп қойған. Аллаға шүкір. Тек Алла бізді адасудан сақтасын, салтымызды ұстанайық, дінімізді ұстанайық, дәстүрлі дінді ұстанайық. Аллаға шүкір, біздің осындай кең байтақ елімізге қазақ деп қуанатындай, аузы толтырып айтатындай, мен мұсылманмын деп, Аллаға шүкір деп толтырып айтатындайға бізге негізгі бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі каналымда жолыққанша ағайын.